Сабақтың тақырыбы интернатта оқып жүр өлеңі. Сабақтың мақсаты өлеңнің негізгі идеясын түсіндіру, өлеңді мәнерлеп оқуға төселдіру, балалардың ой өрісін, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту. Абайдың интернатта оқып жүр өлеңі 1886 жылы жазылған. Негізгі тақырыбы білім алу, ғылым, өнер үйрену, халқына адал қызмет ету. Көлемі 77 жол, өлең 7 буынды шалыс ұйқас үлгісінде жазылған. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ даласын түгел жаулап алуды аяқтаған отаршыл патша үкіметінің қол астындағы бұратана елге жасап отырған жымысқы саясатын жақсы түсінген Абай, қызмет қылмау оязға, жанбай жатып сөнуге деп өзі үміт еткен қазақ жастарына өткінші дүниеге, уақытша болатын мансапқа, жалған атаққа қызықпауға кеңес берді. Одан да асыл уақытыңды мәңгілікке қалатын пайдалы іске жұмсау қажеттілігін айтып, еңбексіз, ықылас ынтасыз, мехнатсыз нағыз ғылым, білімнің қолға түспейтінін түсіндірді. Ең бастысы, Абай оқыған адамның санасыз болмайтындығына көзі жеткендіктен, оқу, білім үйренуді барынша уағыздады және оны жұмсаудың, пайдаланудың жолын нұсқады. Бұл өлеңге Абай орыс сөздерін тілі жетпегендіктен емес, сол уақыттағы орысша оқыған қазақ жастарына арнап, әдейі араластырған. Бұл өлеңді орысша тіл білмейтін адам оқыса, әлбетте қиынға соғар еді. Міне, Абай осылайша қазақ жастарын дүмбілез болудан сақтандырған. Сондықтан да Абай пайда ойлама, ар ойла деп, ең алдымен білімді адамдық жолға жұмсау қажеттілігін, екіншіден талап қыл артық білуге дегенде, басқа жұрттың тілін үйренгеннен кейін одан да асып түсуге талап қылып, туған халқына адал қызмет етуді аманаттады. Сіздерге оқылым тапсырмасы 158 бетіндегі 1-2 тапсырманы орындаңыз.